Қымбатты ауылдастар, қадірменді мынау алтын алқалы, осы ауылға белгілі, барлық жағынан үлгілі болған, кеуделерінде алтын жұлдыз жарқыраған аналарымыздың ортасында мақтанып тұрмыз. Қадірменді ақсақалдар, қадірменді ардақты ағалар, бүгін әз наурыз, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Осы өндіріс ауылындағы барлық ұрпақтарды тәрбиелеуде Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің ұстаздары мен кіші қызметкерлерінің еңбегі әрқашанда зор. Қазір бүгінгі таңда Жарылқасын Отарбаев орта мектебі жаңартылған білім мазмұны, көшбасшылық және шағын жинақты басқару жөнінен Назарбаев зияткерлік мектебінің бағдарламасын іске асыруға оқу бағдарламасы 180 градусқа бұрылды деуге болады. Әлем өзгеруімен бірге осы ауылдағы шағын жинақты Жарылқасын Отарбаев мектебі өзгеруде. Біз бүгінгі таңда Алматы қаласынан білім алып жатырмыз. Сол білімді жүзеге асыруда бір ай бойында мектепте тынымсыз еңбек болды. Біздің ұстаздарымыз мынау ойнап жүрген жас бүлдіршіндермен бірге таңғы 7:30-да мектепке келіп, балалармен бірге жаттығу жасап, балалардың ортасында ән айтып, көңіл күйлерін көтеріп, сабаққа кіруде. Сонымен қатар мектепте үлкен өзгеріс. Біз ата-аналар емін-еркін мектепке келіп, ата-аналарға арналған қонақжай бөлмесін аштық. Сол бөлмеге келіп, сіздер психологтармен, сынып жетекшілермен, әрбір ұстаздарыңызбен балаларыңыздың қалай оқып атқаны жөнінде, тәртіп жөнінде сол жерден ақыл кеңес алып, ұстаздарға ақыл кеңес берулеріңізге болады. Сонымен қатар, біз жыл сайын әз наурызға мектептің үлкен, биік жетістіктерін мақтанышпен айтқымыз келеді. Биылғы оқу жылында да біздің оқушыларымыз бен ұстаздарымыздың еңбегі ересен зор. Біз 2018 жылда облыстағы 400 мектептің ішінен жеңімпаз атанып, бүгінгі таңдағы облыс әкімі Асқар Мырзахметовтың қолынан миллион теңгені алып, бүгінде сол миллион теңгеге алынған видеоаппараттар арқылы мектептің күнделікті тыныс тіршілігі фильмдерге түсіп жатыр. Сондықтан да қадірменді ағайындар, ұстаздар, биылғы жылда да мектебіміз табысты мектепке айналып, біз барлық жағынан жеңеміз, жеңімпаз боламыз дегім келеді. Әр отбасыларына амандық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Біздің осы ауылдағы ынтымағымыз, берекеміз арта берсін. Кеше ғана Айбол ағай бастаған Шоқайдатқа игілік ауылында үлкен жиын болды. Мінекей сол игілік ауылындағы игілікті істерді біз өндіріс ауылының ұрпақтары, біздің мектепті бітірген түлектеріміз, әр жыл сайынғы түлектеріміз осы игілік ауылынан үлгі өнеге алып, бізде сол кісілер жасаған игі істерді атқаруымыз керек. Сондықтан да мектеп бітірген түлектеріміз жан-жақтан келіп жатыр. Бізде жыл сайын 25 мамырда және осы 21 наурыз күні ауылдың ынтымақ бірлігі ұрпақтарды көркейту мақсатында осы жерге жиналып, үлкен істер бастауымызға болады. Біз қашанда ауыл әкімі Айбол ағайдың айтқан істі парасаттарын біз қолдаймыз қашанда. Сондықтан да сондай бір халықты, ел жұртты, біздің мектеп бітірген түлектерімізді игілікті істерді бастауға шақырғымыз келеді. Біздің биылғы мектеп түлегі 20 жылдықты тойлағалы отырған Рысдәулетов Құдайберген деген оқушымыз бүгінгі таңда ауданда ішкі саясатты басқарып отыр. Сондықтан да біздің сол оқушыларымыздың құлағына алтын сырға, мерекелеріңіз мол болсын, жыл сайын отбасында амандық пен қуанышпен бас қосайық. Наурыз тойы құтты болсын қалайық. Рахмет.